Сейсенбі күнгі сақтық. Сейсенбі күні тырнақ, шаш алуға, алыс сапарға шығуға, ағаш кесуге болмайды деген тыйым бар. Себебі, ұлық Алла сейсенбі күні қайғы қасіретті, ауру сырқауды жаратқан деседі. Қисасул Анбия аңыздарында сейсенбі күні Қабыл әбілді қызғаныштан нұр бөлтіріпті. Ең алғашқы адам қаны сол күні төгіліпті. Намрұд патша Ибраим пайғамбарды сол күні отқа жағады. Пайғамбарға қастық ойлайды. Жүніс пайғамбарды кемеден суға лақтырады. Оны Құдайдың әмірімен үлкен балық жұтып, соның қарнында 40 күн жатады. Жақия пайғамбар осы күні зұлымдықпен өлтірілген екен. Закария пайғамбарды дұшпандар арамен кескілеп өлтіреді. Ол жаны шыққанша ара зікірін айтып иманын сатпапты. Ара зікір осыдан қалыпты. Сүлеймен пайғамбар сейсенбіде жүзігін ұрлатып сайтанға дес беріпті. Қала берді, тағынан айырылып, айыршыға айналыпты. Залымдар осы күні Салық пайғамбардың түйесіне қастық жасайды. Топан су сейсенбі күні басталыпты. Пайғамбарлардың басындағы ауыр жағдайлар сейсенбі күні болғандықтан, мұсылмандар сейсенбі күні барынша сақтанады екен. Қазақ арасында да сейсенбіде сейіл құрма деген мақал бар.